Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Мен номер 27 мәртебе жалпы орта білім беретін мектебінің 10-шы А сынып оқушысы Абдыкамал Юсуф Азаматұлы боламын. Менің отаныма менің бастамам шығармашылық жобалар байқауының отаның қасиетті туған жерім бағыты бойынша біз біргеміз еріктілер жобамызды ұсынғым келіп отыр. Жобамыздың мақсатына тоқтала кететін болсақ, қоғам үшін өз еркімен еңбек ету арқылы оқушылардың жоғары адамгершілік қасиеттерін арттыру, салауатты өмір салтын олардан насихаттау, әлеуметтік, экологиялық, гуманитарлық, мәдени білімдік және ағартушылық жұмыстарда, жобаларда олардың белсенділіктерін арттыру, жақсылық жасауға ұмтылдыру және адалдыққа баулу. Жобамыздың міндеттері: оқушылардың басқа да секцияларда, үйірмелерде және факультативтерде жұмыспен қамтылғанымен қатар, олардың отанға деген сүйіспеншілігін қалыптастыратын жұмыстарда, қайырымдылық акцияларда, мәдени іс-шараларда, әртүрлі акцияларға қатысып жұмыс жасауын қадағалап қарастырылған. Жоба өзектілігі: ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2020 жылды еріктілер жылы деп жариялаған болатын. Еріктілер жылына еріктілер жобаларының бірнеше бағытта, яғни 8 бағытта ұсынылған болатын. Жастар тәрбиесінде еріктілер жұмыстарының рөлі. Қойылған мақсатқа жету әдістері: мен жаңа айтып кеткенімдей, біз біргеміз еріктілер клубын құруды ұсынған болатын, және ол 2 сатыдан тұрады: нақты жоспар құру және екіншісі жүйелі жұмыс жасау. Нақты жоспар құру: президентіміз ұсынған 8 жоспардың 4-еуін алған болатынбыз. Ол яғни сабақтастық, қамқорлық, таза әлем және саулық болатын. Жүйелі жұмыс жасау еріктілер қатарын әрқашан көбейтіп отыру болатын. Ең алдымен волонтер сөзіне тоқтала кететін болсақ, волонтер сөзі латын тілінен шыққан сөз. Латыннан қазақшаға аударғанда ерікті дегенді білдіреді. Еріктілер қоғамға пайдасын тигізуді көздейтін елдің шынайы патриоттары. Біреуге қол ұшын беріп, қолдау көрсету, көмек қолын созу ең басты жүрек қалауы және ең басты еріктілерге тән қасиет. Жаңа айтып кеткеніміздей, еріктілер нағыз отансүйгіш, адал әрі мейірімді адамдардың қолынан келетін жұмыс. Қазіргі заманда осы 3 құндылықты бойымызға сіңіріп қоғамның басты мәселелерінің бірі болып бара жатыр. Менің ойымша, осы 3 құндылықты түсінетін жастар келешекте лауазымды міндет атқарған жағдайда қоғамның дамуына үлес қосатын, кейінгі келешекте дұрыс тәрбиелей алатын, елге және қоғамға өз пайдасын тигізетін адам болып өсуіне кәміл сенемін. Қазіргі өсіп келе жатқан жас буын бәріміз байқағандай, заманға сай болу, ұғымның жетегіне еріп, көптеген құндылықтарын жоғалтып алуда. Мен бұл құндылықтарды сөзіме қосу арқылы айтқым келетіні: егер жастарды осы еріктілер клубтарына көптеп тартатын болсақ, осы құндылықтарды өткізетін іс-шараларымыз арқылы сөзбен емес, жұмыспен олардың бойларына сіңіре аламыз. Сондықтан мен өз жобам арқылы сіздерге айтқым келетіні: менің отаныма, менің бастамам бұл мейірімді жастар қатарын әрқашан көбейтпеу. Қарттарым асыл қазынам. Біздің мектебімізде біз біргеміз еріктілер клубын құрған болатынбыз және жыл бойына атқарылатын жұмыс жоспарын түзіп, осы жоспар негізінде іс-шаралар атқарған болатынбыз. Еріктілер жылында ұсынылған 4 бағыт: сабақтастық, қамқорлық, таза әлем, саулық жобаларын жүзеге асырудамыз. Солардан мысал ретінде экранда көріп тұрғандарыңыздай, қарттар күні мерекесіне орай ауылымыздың үлкен қарттары, ардагер жандарды барлық сыныптар арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, олардың хал жағдайларын сұрап, керек жағдайларда үй шаруаларына көмектесіп, көмек қол созған болатынбыз. Біз біргеміз еріктілер клубы саулық бағыты бойынша салауатты өмір салтын ұстануға шақырып, түрлі спорттық іс-шараларды өткізген болатынбыз. Экранда байқап тұрғандарыңыздай, үлкен сынып және кіші сыныптар арасында спорттық іс-шаралар өткізген болатынбыз. Одан басқа қыстың күндерінде мектебіміздің ауласын тазалаған болатынбыз. Яғни мектебіміздің ауласын кіші қызметкерлерге тазалатпай, оқушыларды жинап, өзіміз мектеп ауласын әрқашан тазалап отырған болатынбыз. Және де ауылымыздағы қараушы жоқ қарт кісілердің де аулаларын тазалау жұмыстарын ұйымдастырып, олардың ризашылығын алған болатынбыз. Таза әлем жобасы аясында әр сәрсенбіні мектебіміз еріктілері үшін біз сенбілік күні ретінде жариялаған болатынбыз. Бұл сенбілік біз оқушылар үшін нағыз мереке сияқты қалыптасып қалған болатын. Экранда байқап тұрғандарыңыздай, үлкен сенбілік барысында тазалау жұмыстарын бірге жасап, ашық сұхбаттасуға ауласып кететін жағдайымызда болған.
көктем мезгілі келген бетте мектебіміз алғасынан біз гүл, ағаштар егу, оларға күтім жасау жұмыстарын жүргізген болатынбыз экрандағыдай. Қорытындылай келе, менің бүгінгі жобам арқылы айтқым келетіні сіздерге ерлер қатарын көбейту, ол ұлтымыздың құндылықтарын өз бойына сіңірген, өз-өздеріне жақсылық жасау арқылы тәрбиелейтін болашақ жастарды тәрбиелеу болатын.